Барлықтарыңызға сәлем, есімім Аяулым. Менің есімім Гүлзат, мен сабақ онлайнның кураторымын. Біз қазір қазақ тілі әдебиет пәні бойынша мектеп кезімізді еске түсіріп барлық сұрақтарға жауап беретін боламыз. Менің мектеп бітіргеніме, жалпы ұбт тапсырғаныма 5 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Ал менің мектеп бітіргеніме биыл 3 жыл. Бірінші тапсырма қазақ әдебиеті пәнінен шығармалардан үзінді қосылады. Ал сіздер сол үзінді, яғни саундтрек арқылы қандай шығарма екенін табу керексіз. Можно я уже отвечу, да? 6 жасар алпамыз. Ой, мектепке барды дейтін емес па? Нет. Ал? Менің атым Қожа. Ой, дұрыс ой. Я думала, Қожа или анау дейтін. Солай айтылмайды болады. Бердібек Соқпаев, авторы. Менің атым Қожа, балаларға арналған классик жазушы. Өте мықты. Киносы да және шығармасы да өте қызықты, барлықтарыңа кеңес береміз. Және де оны ескі фильмді қазіргі таңда жаңа дизайнда, жаңа көрнекіліктермен әдемі етіп шығарған болады. Менің атым Қожаны барлық өте қызықты қазақтың бір әдемі туындысы. Екіншісі. Жауабын айтуға бола ма? Қыз-жібек. Дұрыс па? Қыз-жібек бұл бізде халық ауыз әдебиетінің шығармасы, оның авторы жоқ. Және ұбт-да ұлттық бірыңғай тестілеуде өте көп келетін сұрақтардың бірі, осы тақырыптардың бірі, сондықтан да қайталап жүрулеріңді сұраймын. Қыз-жібектен көбінде портрет келеді. Қыз-жібектің портреті бойынша сұрақтар көп жиі кездесіп жатады. Үшіншісі. Дайынсыздар ма? Иә. Ойбай, нанадан келіп білмеймін, жарлап отырмын. Алдар көсе. Көсем бай деп айтып жатсатың да отырмын ғой. Алдар көсе. Бұл да жаңағы аңыз сияқты, яғни болған, кейіпкерге арналған не сияқты. Мультфильмде бар біздің таңда, иә, мен фильмді көрмеген екенмін Алдар көсені. Яғни Дәурен Серғазин түскен бір ерекше туынды, жаңа форматты білемін, және ол кісінің қайтадан Алдар көсе жайлы түсіріп жатқан фильмін де білемін, ол енді жарыққа шығады. Ал енді жаңағы музыкамен, я не помню ол киноны да, фильмді да. Менің ойымша оның авторы жоқ ау. Иә, қазақ тілі әдебиет маман айтсын. Авторы жоқ сияқты. Авторы жоқ, халық ауыз әдебиетінің шығармасы. Соңғысы. Мама, қорғап отырайыншы. Көңіліңе ұнаса, кешірме деп ұрсама деп зәрем жоқ. Шығып кетші Бұл Дулат Исабековтың шығармасы, Гауһартас, қателеспесем, кеңес береміз оқуға міндетті түрде. ұбт-да бұл сұрақтар аса келмейді, бірақ спектаклі бар, театрда қойылады және фильмде түсірілген, сондықтан да барлықтарыңа көруге кеңес береміз. Өте. Екінші бөлімге келетін болсақ, қазақ әдебиеті шығармалардан үзінді оқимын, бірақ ішінде қандай да бір қателік бар. Бұл сөз ауысқан болуы мүмкін. Ал сіздер шығармада қай жерінде қате екенін табу керексіздер. Қайта берсем бола ма? Жақсы. Дайынсыздар ма? Иә. Біріншісі. Апырай, қалай барам, атармын торғай құсты қалай ғана. Апырай, қалай барам, атармын торғай құсты. Бұл Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда шығармасынан үзінді. Мұнда атамын аққу құсты қалай ғана деп айтылады, торғаймен алысып тұр. Өте күшті. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалы. Арам, адал, зорлықсыз мал табалы. Өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жол табалы. Табалық болып бітпейтін сияқты. Табалық бар ау, бірақ жаңағы синонимдерде кішкене ауысып тұр, бірақ мен өлеңді жаттамағанмын, бірақ бұл Сұлтанмахмұттікі, қателеспесем. Шәкәрімдікі ма? Сол Шәкәрімдікіне ұқсап тұр. Шәкәрімге ұқсайды. Өзіңе сен деп басталар өлеңді сияқты. Иә. Арам. Адал деген ауысып тұр, иә? Адал, арам. Адал, бірақ қандай сөз екен білемін, бірақ ауысып тұр. Арам, зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан. Бір білімді мал берерлік емес па? Арам. Ол дұрыс. Дұрыс па? Тағы бір оқыңыз, потом мы посмотрим, есть, нет. Біріншісін таптыңыздар, адал емес, адалдың орнында айла.
Адал, аяла, зорлықсыз мал табалық. Жан табалық емес, жол табалық бола ма енді? Жан табалық өз Да. Так, үшіншісі. Осы жұрт Филиппті білер мекен, Абай, Македония шаһары оған мекен. Ескендір поэмасы, Абай атамыздың өлеңі. Енді оның минусын іздейді екенбіз ба бұл жерден? Айтыңыз, кешіріңіз. Қайтадан айтып Давай, жіберші. давай. Қай жерде Осы жұрт Филиппті білер мекен, Македония шаһары оған мекен. Ескендір патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. ер көңілді деген сөз ауысып тұр, ой бұл. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен, Македония шаһары оған болмау мекен. керек, Филипп болмау керек. Македонский, Ескендір Зұлқарнайыр деп атайды, поэтому ол жерде осы жұрт Ескендірді білер ме екен, Македон шаһарында деген сияқты солай болу керек. Филипп Филипп Иә. патша, да, Филипп ол емес, оның қатысы жоқ. Филипп апасы. Тарихшы екенім осы жерде көмектесті. Оқушылар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Әлі талай қызықты видеолар болады. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.